Жер үсті өткелдердің құрылысын доғару керек. Осылай деп мәлімдеген қала әкімі биік баспалдақтардан қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына кедергі келтіреді дейді. Сонымен қатар қыстың күні тақталарда аяқ алып жүру мүмкін емес екенін айтты. Это опасно. Завтра кто-нибудь бросится сам, кого-то толкнет, упадет на машину. Хорошо, сейчас, не дай бог, никого нет. Бұл қауіпті. Ертең біреу құла бір-бірін көлік астына итеруі мүмкін. Қазір қайта жақсы ешкім жоқ. Біз кей сәттерде үнемдесек те тұрғындарға жайлылық сыйлауымыз керек. Санаулы сәтте шаһар басшысы түйткілді мәселенің түйінін шешті. Ол баспалдақтардың орнына эскалатор салуды ұсынды. Алайда бұл келелі ой тек әкімнің ғана қаперіне қонбапты. Еще сказали, ветром снесет? Нет, сказали, что ты Лас-Вегасе чемпион сделаешь. Чемпион должен стать лучше, чем Лас-Вегас. Я тоже так сказала, но говорит, нам еще рано. Я думаю, народ чемпиона заслуживает. Ғабидолла Әбдірахымовтың күні айрықша өтті. Сафауадағы серуіннен кейін ол республика даңғылындағы қабырғасы бұзылған жерасты өткелдерін көруге бағытталды. Әрине, шымкенттік бұзақылардың бұл әрекеті әкімнің көңіліне кірбің ұялатты. Десек те ол тығырықтан шығар жолда да лезде тапты. Нельзя здесь наверху или где-то здесь поставить там будку, чтобы поставить ночью сидеть? Я Альфарабийский разговариваю на Авайском. Альфарабийский. Жолдан бөлінеміз. Альфарабийский Сонда сіздер қалай, если граница burada бөлінеді. Я понимаю, когда если вы, допустим, за что отвечаете? За Абай? Я за Абай. Да. Если здесь человека будут убивать, вы будете стоять? Я просто сказать, что это не моя территория? Это что за разговор-то? Ну давайте отойдем сюда, вот так. Станем вот сюда. Теперь это ваша территория? Вот давайте разговаривать. Можете здесь? Таңшолпан Шамбай, Кирилл Мачалин, ТВК телеарнасы.